Дәулеткерей атамыздың күйі «Қосылқа». Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Қаршыға KZ. Біз домбыраны нотасыз тез әрі оңай үйренуге болатындай етіліп, арнайы монтаждалған бейне сабақтардың көмегімен аз уақыт ішінде күй немесе ән айтуды меңгеруге көмектесеміз. Біздің басты мақсатымыз қасиетті қара домбыраның үнін барша қазақ халқының жүрегіне жеткізіп, қазақ рухын жандандыру. Біздің каналға қолдау көрсетіп, лайк басуды және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге күй ұнады деген ойдамын, ал бүгін назарларыңызға лайфхактар мен жиі қойылатын сұрақтарға жауап береміз. Қосылқа күйі қатты қиын емес, бірақ та лигалатын жерлері көп. Сол себептен сол лигаларды таза басу үшін мынау дыбыстарды лига басқан дыбысқа қаттырақ басасыздар. Деген сияқты мысалы. Фаршлактарды да жақсы аласыздар. Фаршлак дегеніміз ол тартып қалу әдісі. Және лига. Жалпы қосалқа күйі орта жылдамдықта жүреді. Оны қатты тез ойнап керек емес, тек орта жылдамдық. Және лига ұғымы көп қолданылады. Сол лиганы дыбысы шығу үшін дыбысты қаттырақ басып отырыңыздар.